Барлығыңызға қайырлы күн. Мен Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Әбдіманап Дана Қанатқызы боламын. Бүгінгі цифрлық сабақты 8-ші сынып оқушыларына арнап, Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек дастаны тақырыбында өттім. Қайырлы күн оқушылар! Оқу мақсаттарына сай шығарманың идеясы мен пафосы ұлттық мүдде тұрғысынан талданды. Ең бірінші шығарма тақырыбын анықтау мақсатында пазл әдісі қолданылды. Оқушылар Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір мен шығармашылығына байланысты сұрақтарға жауап бере отырып, пазлды құрастырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтады. Бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтау үшін арнайы пазл әдісін пайдаланамыз. Қазір сіздерге мына бір тақтадан арнайы сұрақтар шығатын болады. Сіздер жеке-жеке тақтаға келіп, шығып, жауабын басатын боласыздар. Бұл кім бізде? Шәкәрім Құдайбердіұлы қай жылы дүниеге келген? 1858 жылы. Жақсы, мысалы. 1858 жылы. Ал жақсы, енді Шәкәрім Құдайбердіұлының Абаймен қандай байланысы бар? Яғни Құдайбердіұлы Абайдың ағасы болған екен. Ал жақсы, Еңлік кебек дастаны бүгін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек дастанын оқитын боламыз. Сабақ барысында көрсетілген презентация Canva бағдарламасы арқылы жасалды. Сабақ тақырыбын анықтап болғаннан кейін кейіпкерлер әлеміне саяхат жасадық. Ол қарапайым кейіпкерлер әлеміне саяхат жасау ғана емес, бұл жасанды интеллекті негізінде жасалған кейіпкерлерді талдау жұмыстары болды. Олай болса, енді кейіпкерлер әлеміне көз жүгіртейік. Сіз жалпы қандай кейіпкерлер бар Еңлік кебек шығармасында? Кебек, Еңлік, Санабыз. Енді мына жақта сіздерге суреттеп беріп тұр. Ол 15 жасында аты шыққан, атты жаяуға бірдей мықты, көзі өткір, қара торы, орта бойлы, тапалдау, кең, иықты, сондай бір батыр мінезді жігіт болды. Бұл бізде қай кейіпкер? Кебек. Кебек. Олай болса, келесі тапсырмаға кім жауап беретінін айналмалы меже арқылы анықтайық. Келесі тапсырмаға жауап беретін Санжар. Ол рулық намысты жеке бастық бақытынан жоғары қойған, надан жұрттың қатал заңына қарсы тұра алмаған, амалсыз шешім шығарған би. Жақсы. Кейіпкерлер әлеміне саяхат жасалғаннан кейін оқу мақсатына сай пафос пен ұлттық мүдде ұғымдарына анықтама берілді. Жақсы, енді біздің бүгінгі тақырыбымыз Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек дастанындағы негізгі идеяның пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан талдау. Бүгінгі негізгі оқу мақсатымыз. Пафос ол көркем шығармадағы автордың идеясына, кейіпкер тағдырына, оқиғаға деген күшті сезімдік көзқарасы, яғни эмоциялық рухы. Бұл жақта пафосын екі түрде сәйкес еткенбізге, ең бірінші сол романтикалық пафос, асқақ арман, биік мұрат, екеуі де бірге болуды армандады, екеуі де өздерінің болашағын құрғысы келетіндігін ақын өзі суреттеп берген болатын. Ал келесі ол трагедиялық пафос. Бізде шығармамызды трагедиямен аяқтайтын осы арқылы біз көре аламыз. Олай болса, ұлттық мүдде сөзін тіркесіңіздер қалай түсінесіздер? Ұлттық мүдде немен байланысты деп ойлайсыздар? Қалай? Халықпен. Енді ұлттық мүдде дегеніміз, мысалы, көркем шығармадағы ұлттық мүдде ол автордың туынды арқылы халықтың тағдырына қатысты ең басты құндылықтарды қорғауы, насихаттауы және де болашақ. Сонымен қатар, оқиға желісін толыққанды түсіну мақсатында жасанды интеллекті негізінде жасалған бейнебаянмен арнайы шығармадан үзінділер берілді. Оқушылар дәл осы бейнебаянмен және де үзіндімен жұмыстана отырып, шығарманың идеясы мен пафосын
ұлттық мүдде тұрғысынан талдады. Толыққанды түсіну мақсатында сіздерге жасанды интеллект негізінде жасалған бейнебаянды ұсынамын. Үрдолы еңлік кебек дастаны. Баяғыда қазақтың кең сахарасында Тобықты мен Матай деген екі ел өмір сүріпті. Сол елдің ішінде Тобықтының биі ақылымен елге танылған Тоқтамыс, ал оның інісі жастайынан батырлығымен көзге түскен Кебек деген жігіт екен. Кебек 15 жасқа толғанда ел аралап ерлік жолдырық жолына түсіп, жорыққа шығатын болған. Бір күні жорыққа бара жатып, ел ішінде абыз атанған Нысан қарияға жолығады. Кебек одан өз болашағын сұрайды. Сонда Нысан абыз терең күрсініп, батыр, тағдыр жолың күрделі болмақ. Махаббат пен қайғы сенің тағдырында қатар жүреді дейді. Бұл сөз Кебектің көңілін түсіріп жаны жабырқайды. Ол ойланып үнсіз жалғыз келе жатып, ішкі күйзелісін сейілту үшін аң аулауға бел буады. Кебек аң қуып жүріп, алыстағы Матай еліне тап болады. Күн ұясына батып бара жатқанда, алыстан түтін шыққан бір үйді көреді де, солай бет алады. Ассалаумағалейкум, құдайы қонақпын деп кірген Кебекті үй иесі жылы шыраймен қарсы алып, дастархан басына шақырады. Үйде отырған сұлу қыз еңлік еді. Оның жүзінен нұр төгіліп, көзінен мейірім ұшқындап тұрды. Кебек те бір көргеннен еңлікке ғашық болды. Ал еңліктің де жүрегі Кебекті көргенде ерекше елжіреп, бұрын соңды білмеген сезімге бөленді. Олар тау ішіндегі жартас түбіне паналап, сол жерде тыныш, бақытты өмір сүре бастайды. Уақыт зулап, айлар артта қалды. Екі ғашық аң аулап, табиғатпен біте қайнасып, өз күндерін көріп жүрді. Көп ұзамай, олардың өміріне сәби күлкісі естілді. Бірақ бейбіт өмір ұзаққа созылмады. Екі әулеттің арасы тіпті ушығып, Кебек пен еңлікті іздеуге батырлар аттанады. Ақыры оларды тауып алып, ел алдына алып келеді. Жиналған жұрт кек пен ашуға булығып, екі жастың тағдырын ауыр шешіммен түйіндейді. Еңлік пен Кебекке өлім жазасы бұйырылады. Содан бері ел арасында Еңлік пен Кебек аты аңызға айналды. Олардың махаббаты адалдықтың, ерліктің және шексіз сүйіспеншіліктің мәңгілік символы болып қалды. Ал жақсы, шығарма желісі бойынша не түсіндіңіздер? Сұрақтарыңыз бар ма? Абыз оған айтады, сенің тағдырдағы жолында қиыншылықтар болады деді, махаббатта жолың болмайды деген сияқты айтады. Содан кейін ол көңілі түсіп кетіп шыққаннан кейін аң аулауға бел буады. Ал оқушылар, олай болса, қазір біз Абай ауданында орналасқан Еңлік Кебек ескерткішіне саяхат жасайық. Айару, келемін. Ал жақсы, олай болса, дәл осы ескерткіштің ішінде не тұрғанын қазір білде. Ескерткішінің іші. Бұл әңгіме 1780 жылы шамасында осы Шыңғыстауда Матай мен Тобықты арасында болған іс. Жақсы. Еңлік қашып Кекеңгерға жетті. Қыз алды да жөн жауап бермеді деп Матайға бір қос жылқы алды. Осы төрт үзіндіні не байланыстырады? Бұл жақта не бар әрбір үзіндіде? Салт, дәстүр байланыстырып тұр. Ал жақсы, яғни бұл жақта қандай салт дәстүрлер бар екен? Атастыру. Осы әрбір мысалда бізде арнайы қазақтың салт дәстүрлері берілген екен. Бұл жақта енді екі жасты құрбан болады махаббат жолында. Енді біз ұлттық мүдде тұрғысынан талдайтын болсақ, бұл жақта екі ру арасындағы түсініспеушілік, рушылдық болған себептен бұл жақтағы екі жас қосыламай отыр. Біз ұлттық мүдде тұрғысынан алсақ болады. Екенін қазір бірге талқылайтын боламыз. Одан кейін мына жақта бізде тастатып есігі мен баласында обалға өшіккен ел қарасын ба, Еңлік Кебек моласы бүгінде бар Таймақ пен Ералының арасында. Надан жұрттың болады діні қатты, қабекене тапсырмай аманатты. Шеткі ақ шоқы басында қалған бала шырқырап күн батқанша жылап жатты. Бұл жақта жалғыз баланың тау етегінде қалып қойғанын айтып тұр. Енді бұл жақтағы баланы бекерден бекер сипаттап тұр деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Сабақта бекіту мақсатында сұрақ-жауап әдісі WordWall бағдарламасы арқылы жүзеге асты.
Сабақ соңында кері байланыс алу мақсатында жасанды интеллекті негізінде жасалған арнайы презентация ұсынылды. Жақсы, олай болса сабағымыздың соңғы сұрақ жауап деп аяқтайық. Еңлік кебек поэмасының бізде неше нұсқасы бар? Ұлы қай жылы қай жерде дүниеге келді? Жаңа біз айтып өттік. 1888 жылы Абай ауданында дүниеге келді. Жақсы, поэманың басты тақырыбы мен идеясы. Біз жаңа пафостың ұлттық идея, ұлттық мүдде тұрғысынан талдадық, иә? Енді бұл жақта басты тақырып не болды бізде? Қос ғашықтың арасындағы махаббат, әйел теңсіздігі. Ал поэма оқиғасы қай жылы қай жылы? 1880 қай жақта? 1780 жылы Шыңғыстауда. Шәкәрім қай жылы қажылық сапар шеккен? 1900. Дұрыс. Еңліктің көз жұмар алдында сұраған 3 тілегі. Баласын өлтірмеу, араздықты жою, кебек тартыс. Бірге жерлеу, яғни шығарма соңында да айтады, кебек екеумізді бірге жерлейміз деп айтады екен. Одан кейін баласын Кембірбай неге тапсырсын деп айтады екен. Поэмада қандай салт дәстүрлер кездесті? Аттастыру. Және жаңағы екі рудың батар теріс батас. Еңлік пен кебек өліміне кім кінәлі? Екі жастың өзі. Дұрыс айтасыздар, бұл жақтағы барлық жауаптар бізге дұрыс. Ал олай болса, оқушылар сіздерге үй тапсырмасы Шәкәрім Құдайбердіұлының жастарға өлеңін мен сіздерге арнайы QR арқылы беріп отырмын. Сіздер үйге барып, дәл осы QR-ды аша отырып, өлеңді мәнермен айтуға жаттығатын боласыздар. Не түсінікті болып көрген шамалы? Сабақта біз Еңлік кебек атты поэмасын оқыдық. Өте қызықты болды. Жалпы мен түйінгенім, бұл Еңлік кебекті жазу арқылы бұл тек қана екі қос ғашықтың ғана тағдырын ғана емес, бүкіл қазақ даласында ащы шындық жазғысы келді. Себебі де сол мезетте Абай атамыздың да ру басшыларының бірін-бірі араздығы, бірін-біріне барымталығы көбейіп кетті, және де болыстың басшыларының жалпақтауы, жалпы орыс отарлау саясатына да қарсы келді. Жалпы бұл саясатта Еңлік кебек бір халық және баласты бір халық, ру басшылары ол билік басындағы өзінің мүдде үшін ғана, өзінің байлығымен, өзінің ықпалын ғана билікке асырып, халықты жай әшейін бір дүние, бір бөлігіне, жалпы өзінің бір қолының пышағына және сеніп тұр. Және екі қыздың, жаңа Еңлік кебектің қосылмауы, ол ру басшыларын жалпы билік басындағылардың араздығына көрінеді. Жақсы, рахмет. Ал жақсы оқушылар, олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнаған болса, шапалақтап бере берсеңіздер болады.